Орталық Қазақстандар жұт болды деп жатты. Айта аламыз ба қанша жылқы өлген? Енді 150 бастан кем емес. Біраз сиыр өлді, жылқы да өлді. Негізі Қазақстанда бос жатқан жер өте көп. Халық ерініп жатыр, ешкім барғысы келмейді деп айта салсақ, ол да өте. Жоқ, мен енді жарайды, мен ақ жексұрын бола салайын, иә? Ары қарай қалай дамыту керек екенін, жолдарын мен әлі түсініп тұрған жоқ. Суды біз бұлақтан аламыз, өзеннен аламыз. Жалғыз өзі жоғалып кеткен ғой. Сықыртып тұр ол кезде. Боран, мәшинелер жүре алмайды. Сөйтіп екі ауданның МЧС-тері келген. Күніне 2 сағаттан ғана ұйықтаймыз. Біраз нәрсені айта алмай еттім енді. Біздің ауылдың Бір саусағы да үстімеген ғой, сенесің бе? Далада -20 борап тұр. Дала, ықтайтын жер, паналайтын жер жоқ. Орысша, қазақша керек болса араластыра береміз. Орысша, қазақша арасындағы ағылшынша, да? Достар, бәріңізге сәлем. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, сөйлеп тұрған Қараторғай Дала Кемп парақшасына қош келдіңіздер. Біздің арнамызға жаңа келіп отқан, жаңа көріп өткен кісілер болатын болса, бұл парақша мал шаруашылығы жайлы кеңінен айтатын қазақ тілді үздік арна болады деген ниет бар. Сондай мақсатта ашқанбыз. Бүгін бізде кезекті сұхбат, кезекті әңгіме, кезекті мал шаруашылығы жайлы ой талғам, иә? Иә. Ой талғам Кенжебаев Жәнібек Болатұлымен Береке мал шаруашылығы қожалығының басшысы, Қазақстандағы үздік 5-ке кіреді десем қателеспеймін ғой? 10 дей салайық. 10-дық, иә? Үздік 10-қа кіретін мал шаруашылығының басшысы. Бүгін енді айтатын әңгіме, қозғайтын тақырыптар өте қызық болады. Сондықтан да міндетті түрде, егерде сіз арнаға тіркелмеген болсаңыз, төменде подписаться деген батырма тұр, соның үстінен басып, арнаға тіркелу және қасындағы қоңырау шаны басуды ұмытпаймыз. Жаке, сұхбатты бастайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Неден бастағым келіп тұр? Біз Торғай даласында орналастық дәл қазір сұхбат жазу үшін. Өте керемет жерде. Ауа райының ыстығы 40 градустан жоғары. Дәл қазір. Қазір сағат 2 болды. 2, иә. Күннің ең ыстық уақыты. Шаңқай түс қой. Иә, жел үріп тұр. Әрең дегенде ық тауып алдық. Терлеп отырмыз. Интоксикация, кішкене условиялар қиындау болып жатыр, бірақ оған қарамастан біздің командамыз жұмыс істеп жатыр. Сіздерге өте керемет, пайдалы контент түсіруде. Бүгінгі сұхбатымыз сіздерге ұнайды деп үміттенеміз. Ал сіздерден бір лайктан пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің Дала Кемп парақшасына жазылыңыздар. Қоңырау батырмасын басып қойсаңыз, кез келген бірінші видеолар осы біздің каналға түскен кезде сізге көрініп тұрады. Сол, ал бастайық. Иә, бастайық. Жаке, жалпы қазіргі биылғы жыл қалай аяқталды, қалай басталды? Жалпы 2025 жылдың бел ортасына келіп тұрмыз қазір. Мал шаруашылығындағы жағдаяттар қандай негізі? Фермерлер үшін биылғы жыл қолайлы ма? Биылғы жыл әлі түсініксіз болып тұр. Қазір маусым айы ғой. Әлі алдыда шілде бар, тамыз бар, қыркүйек бар. Біз білмейміз не болады алдыда. Жаңбыр жауы мүмкін, жаумауы мүмкін, қуаңшылық болып қалуы мүмкін. Әлде алдыңғы жылғыдай, былтырғыдай қыркүйек айында көп жауын шашын жауып, сол кезде мысалы бидай егетіндер қиналған. Бидайы жинай алмады, үлгерген жоқ. Біреудің бидайы өсіп кетті, біреудің бидайы нетіп кетті, как называется? Шіріп кетті, плесенью покрылась. Көгеріп кетті. Сондай қиын жағдайлар болды. Сондықтан ауыл шаруашылығында бір айдан ары қарай жоспарлау, бірдеңені пландау өте қиын. Бірақ қазіргі уақытта орташа жағдайларымыз. Шөп бар. Тұрақты, орташа тұрақты. Шөп бар. Біздің трактористеріміз қазір неге сенокосқа дайындалып жатыр. 2 аптадан кейін шығамыз деп жоспарлап жатырмыз сенокосқа. Жайылым жақсы, шөп бар. Бірақ енді кішкене төл жағынан сұрақтар болып тұр. Биыл қандай сұрақтар?
жылқы кішкене төл аздау болып тұр. Не? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда. Әлі білмейміз. Іш тастау көп па, жұт па, не ол? Бізде Айғырасыз ба? былтыр қыста жұт болды ғой. Біріншіден жұт болды. Сол жұт, Жаке, сол былтыр болды. қыстағы жұтты біреу болды дейді, біреу болмады дейді. Болды. Мысалға, Шығыс Қазақстан, оңтүстіктегілер жұтты байқаған жоқ. Орталық Қазақстандар жұт болды деп жатты. Сен қалай ойлайсың, болды ма, жұт болған жоқ па? Жұт деген не және? Иә. Енді біраз уақыт өтті. Енді қазір шындықты айтуға болады, қорықпай. Ешкім ештеңке дей алмайды, себебі ол тарих болып қалды ғой. Бірақ енді өтіп кеткен нәрсе. Бірақ енді біз өзіміздің жағдайымызды айтып берейік. Біздің қожалықта не болған? Шынымен де жұт болды. Ақпан айында енді қар көп жауды ғой, жалпы қыста. Сөйтіп жарты метр 70 сантиметрге дейін қардың қалыңдығы болды. Сосын ақпан айында бір кездерде плюсовой жылы ауа райы пайда болып жауын жауды. Сол жауын қардың бетінде мұз жасады. Мұз пайда болды. Сол енді жылқыға ол өте қауіпті нәрсе. Жылдағы ең қауіпті нәрселердің бірі. Өйткені мұзда тебіндеген жылқы, мысалы, мұз жаралмауы мүмкін әлсіз болса, екі аяғының нелерін, буындарын кесіп кетеді, тағысын тағы деген. Сол ғой, ол мысалы қыста жылқы тебіндейді ғой. Біз оларға жем шөп шашпаймыз. Ол айдалада жүреді өз бетімен, өздеріне шөп тауып. Сөйтіп сол қарды жарады, мұзды жарған кезде енді әрине күші жетеді ғой, әлі жетеді жаруға. Ондай прям 10 сантиметрлік мұз болған жоқ, где-то 1 сантиметр, 1,5 сантиметр мұз болған жоқ. Жылқын жаралауға сол жетеді, иә? Бірақ әрі мұзды жарған сайын жарақаттанады аяқтар, тұяқтар. Сөйтіп 3-4 күннен кейін уже кесіліп кетеді, қанайды, шірейді, әлі жоқ болады, уже тебендей алмайды, ақсайды. Біраз жылқы өлді, біраз жылқы іш тастады. Айталамыз ба, қанша жылқы өлген? Енді 150 бастан кем емес осы қыс бойы. Ойлаңыздаршы, достар. Былтыр Береке шаруа қожалығында 150 бас жылқы осы қардың бетіне түскен мұздың кесірінен, жұттың кесірінен өлді, иә? 150 мың доллардан астам шығын болды бір қыста. Бір қыста. Қанша шығын? Ау? Қанша шығын болды? Достар, кесіріңіздерші, қанайда жел болып отыр да, біз бір-бірімізді дұрыс естімей қалып отырмыз. Енді далада, әрине, бір Астанада, бір күшті студияда, бір жақсы локацияда жазуға болады, артқа гүлдерді қойып, күшті светпен, но енді бұл дала, біз даладамыз, жабайы жағдайда жазып отырмыз. Штативіміздің өзін көрсеңіздер, сіздер қазір таңғалуларыңыз мүмкін. Қанша шығын болды дейсіз бір жылда? 150 жылқыдан кем емес. Ақшаға аударсақ 150 мың доллардан аз емес. Бұл тек қана жылқының ғана шығыны емес, совокупный. 2 аптаның шығыны. 2 аптада 150 мың доллар шығын. Достар, сіздер шаруашылық ұстап отқанда жазып кетіңіздер, сіздерде шығын болды ма былтыр? Сіздерде де мал өлімі болды ма? Я болмаса сіздер жұттың алдын қалай алдыңыздар? Сол туралы да пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Сөйтіп мен 150 мың доллар былтыр шығын болды, ол тек қана қыста. Содан кейін су тасқыны басталды ғой. Есіңде ма? Көктемде. Бүкіл Қазақстан шу. Біз екеуміз базада жүрдік. Өзеннің қалай өз несінен, арнасынан шыққан. Мен таңертең, достар, шыны керек, мен қатты уайымдадым Жаке сол кезде. Мен ойладым, базаға су кіреді деп ше. Неге десең, мен енді өзім ауылдың баласымын ғой. Мен судың деңгейін, табиғаттың жағдаяттарын түсінемін да, судың қанша көтерілуі мүмкін, қанша келуі мүмкін. Ол кезде күн еріді, жақсы еріді ғой былтыр. Сол кезде бүкіл Қазақстанды басып кетті ғой, Құлсарын су алып кетті сол кезде емес пе? Сонда мысалға декабрьге дейін жаңбыр жауды, жерде тоң деген мынандай. Мен білдім биыл су қатты таситын. Таңертең оянсам, горизонт кәдімгі жылтырап жатыр ғой. Көз жетпейді, мұхит болып жатыр дала. Мәссаған. Сонда біздің базаға дейін 100 метр қалған суға. Есімде. Біз сол кезде эвакуацияға дайындалып, продуктымыз, киіміз дайындап, тағы да кішкене су бір 20-30 сантиметрге көтерсе, біздің фермамыз, общежитиеміз судың астында қалатын еді. Сол кезде де шығын болды. Біраз сиыр өлді, жылқы да өлді. Себебі біздің малымыз жыл бойы далада жайылып жүреді ғой. Ал өзеннің бойы, ол жер бүкіл мал қыста жүретін жер негізі.
себебі андай шөбі мол, биіктеу, кішкене тебендеуге ыңғайлы жер ғой. Сондықтан су тасқынының алдында бүкіл мал сол өзен бойында жүреді. Тағы да ық болады, талдар биік қой. Қопалар бар. Иә, қопалар бар. Сөйтіп бір кезде су ақырындап келген жоқ қой, бірден келді. Біз де дайын болған жоқпыз, мал да дайын болған жоқ. Сондықтан сол кезде тағы да біраз мал қырылды. Түсінесіз бе? Сол жағдайлар осы биылғы мәселелерге алып келіп тұр ғой. Төл аздау болып тұр. Байланып келіп сол бәрі. Іш тастағандар бар. Ол іш тастағаннан кейін пока денсаулықтарын өз қалпына келтіреді, пока күйлегенше, неге случкаға дайын болғанша біраз уақыт өтеді. Бір айда дайын бола салмайды ол. Сондықтан менің ойымша біріншіден цикл өзгерді. Бізде жылда наурыз бен сәуір айларында төлдеп тұрушы еді ғой мал. Қазір менің ойымша 1-2 айға тағады жылжыды. Қазір енді кадрлар шығатын шығар біз вакцинацияда жүрген кезде жылқының арасында. Сол кезде мынандай кішкентай құлындар көп болып жатыр. Ондай жағдай бізде болмаған. Уже қазіргі уақытта негізі мал төлдеп бітіру керек. Құлындары 2-3 айлық, мынандай кішкене биіктеу, күйі жақсы, жағдай жақсы құлындар болушы еді. Ал қазір кішкентай, 2 апталық, 1 апталық құлындар шұбырып жүр. Сондықтан енді табиғаттың әсері. Достар, егер де осы әңгімелер сіздерге қызық болса, сол кездерде біз базада немен айналысқанымызды білгілеріңіз келетін болса, YouTube-та Жәнібек Кенжебаев деп жазсаңыздар, біздің қосымша тағы да арнамыз бар. Сол жерде осы су тасқыны кезінде біз су тасқынымен қалай күрестік, не істедік, не қойдық, барлығы жөнінде түгел шолу обзорлар түсіргенбіз. Сол жерден қарасаңыздар болады. Жәке, енді бар ғой, көпшілік қояды. Менен биден көпшіліктің атынан қояйын сұрақты, иә. Әлеуметтік желіден неге жоқ болып кете бересің? Бұрын енді видеоматериалдар, рилстар, обзорлар жиі шығып тұратын, күнде шығаратын. Себебі енді уақыт көп болатын, тек қана шаруашылықтың жұмыстарымен жүретін. Ал қазір осы биыл біз жаңа жоба бастап жатырмыз ғой, неше түрлі. Оның ішінде дала кемп бар, оның ішінде видео обзорлар бар. Оның ішінде тағы да бір жаңа 3-4 жоба шығайын деп жатыр. Достар, жақын арада міндетті түрде сіздерге жариялап, сол жобалар туралы ақпарат береміз. Енді сол жобалар дайындау үшін біраз жұмыс жасау керек. Қалада көбірек жүру керек. Не істеу керек? Жоғалып кетуге тура келді. Иә, жоғалып кетуге тура келді. Қалада көбірек жүру керек. Неше түрлі совещанияларға қатысамыз, мәжіліске барамыз, правительствоға барамыз, министрлермен кездесеміз. Сонда кездесулер көп, дайындық жұмыс көп болғаннан кейін кішкене қазір осы биыл қалада көбірек болып жүрмін. Сондықтан енді қол тимей қалады кейбір кезде. Бірақ сол жобаларымызды дайындап, іске асырып, уже жүргізгеннен кейін менің ойымша кішкене уақытым босайды. Қайтадан фермаға жирақ кеп тұрам деп үміттенемін. Ферма демекші, біреулер айтады, оның ішінде өзің де барсың, мысалы, малдың саны қанша дейді. Енді қазақ баламен, жанмен малдың санын айтпайды ғой, бірақ негізі десек те. Қанша бас мал ұстап отырсыңдар, қазір қанша ірі қара бар, қанша ұсақ мал бар деген сияқты. Өйткені біз дала кемп өткіземіз ғой. Сосын біреулер ойлап қалуы мүмкін да, сендер теория бойынша оқытасыңдар ма, әлде өздерің мал ұстап жүрген адамсыңдар? Мен айтамын, иә, біз өзіміз де мал ұстаймыз, мал шаруашылығымен айналысамыз деймін да. Нақты қандай малдың саны бар, бізде қандай малмен айналысамыз, сол туралы айтып берші көрерменге. Біздің қожалықта малдың 3 түрі бар. Ол жылқы, ірі қара, ұсақ мал. Общий саны 9 мыңға жуық, жақын 9 мың болып қалды. Оның 3,5 мыңы жылқы, қалғаны ірі қара мен ұсақ мал. Енді былай қарасаң, малдың основной барлық түрі бар. Енді біздің шаруашылық кішкентай деп айтамын, негізі ірі шаруашылық, жерлеріміз көп, жайылым көп, малдың саны көп, инфрақұрылымды көріп жатсыздар өздеріңіз. Жайылым точно көп пе? Жайылым жетеді. Жайылым 180 мың гектар бар. Дала кемп бойынша мен ғой көп адаммен сөйлесем ғой. Сөйлескен кезде бәрінің айтатыны, ой, мал шаруашылығымен айналысайық десек, бос жер жоқ, жайлау жоқ, тағысын тағы.
Шынымен де жайлау жоқ па бізде? Иә, мен осындай сұрақтарды көп естеймін негізі. Совещанияға қатысқан Әлде кезде, ел мысалы, ауылдың ауданға қасына барасың, шықсын әкім жинайды ғой ауданда. Кімге не керек, қандай көмек керек деп сұрайды. Көп кәсіпкерлер, ауыл тұрғындары былай айтады. Бізде жер жоқ. Жер беріңдер, неге там қамтамасыз етпейсіңдер бізді жермен деп сұрақ қояды. Сол кезде әкімдер, мен де кейбір кезде тұрып айтам. Негізі Қазақстанда бос жатқан жер өте көп. Миллиондаған гектар жер бар. Бірақ әркім сол өзінің елді мекеннен, ауылынан, тұрып жатқан жерінен, жақын жерінен алғысы келеді да. Свет бар, Светі бар, ауылға жолы бар, жақын. ауылға жақын. Сондай жерлерді іздейді. Енді әрине халық бар ғой, Қазақстанда халық көп. Біз 20 миллионнан астық. Енді әркім өз жерін алғысы келеді ауылдың қасынан. И қазіргі уақытта енді ауылдардың, қалалардың қастарында уже жер жоқ. Бірақ кішкене бір 50 шақырым, 100 шақырым далаға жүрсеңіз, мысалы, жер көп. Біздің айналамызда 1 миллионға жуық бос жер бар. Дәл осы біздің фермамыздың радиусында. Неге халық алысқа барғысы келмейді деп ойлайсың? Оған себептер көп. Біріншіден қиын, шын айтсам. Қиындау далада тұру. Свет жоқ, су жоқ, оның бәрін өзің қамтамасыз ету керексің. Оның инвестициялары бар. Мысалы, солнечный панель, солнечный парк біздікінде өте қымбат тұрады. Бізде солнечный парктың қуаттылығы 19 киловатт сағатына. Вот сондай парк жасау үшін кем дегенде 10-15 миллион теңге кетеді. Ол қымбат. Сосын су алу үшін жерді нету керек, бурить ету керек. Қымбат дегенде жәке, мысалы, енді біздің базада қанша квадрат жерде? 1000 квадрат бар ма? 1000, иә. 1000 квадрат бар, енді қаншама адам тұрады ол жерде. Жеке бір кішкентай шаруа қожалыққа енді ондай солнечный парк керек емес қой, панель. Шағындау жасауға болады. Кеті бір. Жоқ, енді объективно айту керек қой, біз қазір типа халық ерініп жатыр, ешкім барғысы келмейді деп айта салсақ, ол да өтірік. Жоқ, мен енді жарайды, мен ақ жексұрын бола салайын, иә. Бірақ ерініп жатқандар барғысы келмейтіндер де бар ғой. Бар, енді мысалы ауыл шаруашылығы өте қиын жұмыс, өте қиын кәсіп. Осындай еріншектердің керегі жоқ. Мысалы, қарашы, олар ауылда тұра берсін. Сен 30 жасында келдің бе далаға? Иә. 30 жасында келдің. Сен келген кезде мына жерде дым болған жоқ. Иә, дым болған жоқ. Бала шағаң бәрі Астанада, бәрін тастадың. Ол кезде Астанада жақсы жұмыс істеп жүрдің, бірақ соның бәрін тастап мына жаққа келдің. Осылай рисковать ететін жігіттер жоқ болып тұр ғой бізде. Мәселе ол да аз болып тұр ғой, мысалға. Негізі бар. Енді біз екеуміз дала кемп өткізіп жүрміз ғой. Қаншама 50-60 адамдан жиналады. Кем дегенде енді жартысы дайын осылай ауылға кетіп қалуға, далаға кетіп қалуға, нөлден бастауға шаруа қожалықты. Олар дайын, бірақ жолдарын білмейді да. Инвестор қалай табу керек, малдың тілін қалай білу керек, ол малды қайдан сатып аласын, құрылысты қалай жасау керек, жерді қалай алу керек, қай жерде орналасу керек, жем-шөпті қандай көлемде, қай жерден сатып алу керек деген сұрақтар көп қой, солардың жауаптарын білмейді олар. Ұйымдастыру жағын. Иә, ұйымдастыру жағын. Сондықтан қиналады енді, қалай барады түк білмей. Кезінде просто мен енді менің натурам, мен характерім сондай да, мен андай тәуекелге баруға жақын адам. Тәуекелді өте жақсы көремін. Менде өмірімде қиын деген сөз жоқ. Істегім келмейді деген сөз жоқ. Шаршадым, еріндім деген сөздер жоқ менің словарімде, сөздігімде. Менің история, менің хикаям негізі андай уникальный болып тұр ғой. Бәрі бара бермейді осындай тәуекелге. Бірақ мен кезінде 30 жасында үлкен тәуекелге бардым. 30 жасыңда қайтып жүрсең келер ме едің, шынында айтшы, базаға? Келер едім, бірақ көп нәрсені басқаша жасайтын. Біреуін айтшы. Көп қате жасадым. Себебі енді тәжірибе болған жоқ. Біреуін айтшы. Ең біреуім ба? Ең маңызды біреуім ба? Ең маңызды біреуім. Енді
бірден әлеуметтік желіге шығатын едім сол кезде. Инстаграмда, тиктокта парақшаларымды ашып жариялайтын едім біріншіден. Себебі қазір енді шүкір подписчиктеріміз аз емес, 200 мыңнан астам көрермендер күнде біздің видео материалдарымызды көріп жатыр. Соның арқасында сатылым, малдың сатылымы кішкене тиімдірек, жұмыскерлерді оңайырақ табасын. Сосын енді басқа кәсіпкерлермен танысқан кезде, бір маңызды мәселелерді, сұрақтарды шешкен кезде, сол кезде менің танымалдығым көмектеседі қатты. Бір сұрақ көп сұрақ шешуге көмектеседі, Сол біріншіден әлеуметтік желіден бастайтын едім. Енді мен енді Дала кемптің басы қасында жүргеннен кейін мен білемін енді оны. Бірақ білмейтіндерге айта кетші, Дала кемп деген не, немен айналысады, алдағы жоспары қандай? Дала кемптің историясы өте қызықты, маған ұнайды. Менен осылай сұраған кезде әрқашанда бірдей жауап беремін. Кезінде 2 жыл бұрын, 2023 жылы біз Дала кемпті жай ойын сияқты көретін едік. Просто по фану дейді ғой жастар, по приколу ойлап тапқанбыз. Базада жатамыз ғой, айлап. Қызық ештеңе жоқ, ол кезде интернет слабый. Развлечение жоқ та. Сөйтіп балалармен отырамыз, ойлаймыз, блин, қандай развлечение табуға болады қазір осы базада. Кішкене бізді нететін. Растармашить, қазақша қалай болатын еді. Көңіл бөлетін. Сана сергітетін. В общем, сондай нәрсені іздедік та, и ойладық, давай қаланың адамдарын жинап, базаға алып келіп, фермерлік өмірді, шынайы өмірді көрсетейік деп сөйтіп ойлағанбыз. Сөйтіп, енді біріншіден өзімізге қызық, екіншіден неге әлеуметтік пайдалы зат, да? Халыққа пайдалы. Халыққа, обществоға пайдалы зат деп. Сөйтіп бастадық. Как раз сол кезде енді Инстаграмды бастап жатыр едім. Подписчик көп емес, сол кезде 15 мың ба, 20 мың ба. Бір рилс шығардық. Достар, осындай Дала кемп ұйымдастырып жатырмыз. Сол кезде қанша? Бірінші Дала кемпке 4 адам келді. Біз 4 адамды базаға шақырамыз, бірақ сіздер мотивационный пост шығару керексіздер. Неге келгіңіз келеді, қандай пайда береді осы поездка деп. Сөйтіп 1000-нан астам заявка түсті сол кезде. Вот сол кезде мен түсіндім, что біз бір голубой океан дейді, бір үлкен нәрсеге тап болдық. Бірақ белгілі болып тұрған бір белгісіздік, бір үлкен нәрсенің алдында тұрғаныңды білдің, бірақ қалай екенін түсіндім, бірақ ары қарай қалай дамыту керек екенін жолдарын мен әлі түсініп тұрған жоқпын. Сол кезде бірінші топты алып келдік, 4 адам. Оның біреуі қазір менің орынбасарым, бізге бірге жұмыс істеп жатырмыз. Тағы да бір студент жігіт болды, қызыл дипломға агроуниверситетті Астанада, Сәкен Сейфуллин атындағы университетті бітірді. Ары қарай осы Дала кемптің арқасында ауыл шаруашылығындағы карьераны жалғастырамын деп сондай жоспар айтып жатыр. Негізі көп пайда осы қатысушыларға алып келді және бізге. Содан кейін енді осындай жағдай болғаннан кейін қаншама назар аударылды осы жобаға. Біз ары қарай алып кетейік деп, уже бүгінге 6 Дала кемп жасадық. 200-ден астам адам оқыттық. Оның 10-ы, сол 200 адам ішіндегі 10-ы уже шаруашылық жасап жатыр, ұйымдастырып жатыр. Біреуде құрылыс болып жатыр, біреу мал іздеп уже сатып алмақшы. Ал сол Дала кемптің 2 қатысушысымен уже жақын арада биыл партнер болмақшымыз. Бірге жаңадан 2 қожалық ашайын деп жатырмыз. Дала кемптен бөлек жалпы алдағы уақытта жоспарлар қандай? Жоспар көп. Біз осы бір жылдың ішінде біздің компаниямыздың, біздің командамыздың стратегиясын жазып біттік, қабылдадық сол стратегияны. Және осы
күнде сол стратегия бойынша жылжып жатырмыз. Ол стратегияның ішінде біздің береке қожалығымыздың деңгейін жоғарту, имиджін көркейту, арттыру және дала кемпті ары қарай дамыту. Содан кейін біз жаңадан ассоциация құрайын деп жатырмыз. Мал шаруашылығына байланысты ассоциация. Сол ассоциация жұмыс аясында біз кәсіпкерлерге көмек береміз. Осы шаруашылық ашайын деп жатқан, біздің салаға бірінші рет келейін деп жатқан сондай жоспарлар бар. Содан кейін неше түрлі медиа жобалар ашып жатырмыз. Оның ішінде обзорлар болады, подкасттар болады, неше түрлі каналдар ашып жатырмыз. Онда 2-3 айдың ішінде жариялаймыз. Біздің достарымыз тамашалайтын болады. Қауымдастыққа кіретін кісілер болса, дайындала беріңіздер осы бастан бастап. Бұл енді ақжолтай жаңалық, әлі ешкімге айтпағанбыз. Бірінші рет айтып отырмыз ғой, бұны негізі. Айта беруге болады ғой, негізі. Иә, болады. Бір жағынан өзі қызық екен, бәрін білем ғой мен мынаның бәрін. Біліп отырып, біліп отқан нәрселеріңді қалай деп сұраған. Бірақ бірінші рет жариялап жатырмыз, иә? Иә, бірінші рет жариялап жатырмыз. Негізі біздің жобаларымыздың барлығы қоғамға көмектесуге арналған Пайдалы жобалар. Өте пайдалы жоба менің ойымша. Және мен сенемін, осы жобалар іске асырылып, өз андай планданған, жоспарланған деңгейге жетсе, мал шаруашылығы Қазақстанда өте тез дамиды деп сенемін. Достар, енді алдағы уақытта сіздер не білгілеріңіз келеді? Кімнің көкейінде қандай сұрақтар бар? Не көргілеріңіз келеді, не білгілеріңіз келеді, не естігілеріңіз келеді? Комментарийге міндетті түрде жазып отырыңыздар. Біз шама-шарқымыз келгенше сіздерге уақыт тауып, көңіл бөліп, жаңағы сіздердің сұрақтарыңызға жауап қалдыруға тырысамыз. Жаке енді біріне де бәрін айтып тастаған дұрыс болмайтын шығар. Бөліп бөлшектеп сөйтіп барып халыққа ұсынайық. Енді біз өзіміздің шараларымыздың, жұмысымыздың тек қана оболочкасын айтып бердік қой. Ал ішкі құрылысын, вообще жалпы бұл жоба қалай басталғанын айтып бермедік па? Дала кемп па? Жоқ, береке, мен қалай... Болады, әрине. Торғай даласына қалай келген... Неге дәл осы жер деген сияқты, иә? Әрине болады. Мысалы, мен басында өзім осы Торғайдың тумасымын ғой мен, Амангелді ауданынан, иә? Шынымды айтсам, мен осы базаға ең бірінші келген кезде таңғалғам мен. Ең жақын елді мекен біздің жаңа шаруашылықтан 120 шақырым жер, иә? 100 бе 120 ма? Иә? 170. Амангелдіден, иә. Мәссаған, Амангелдіден 170. Әйтеуір селкілдеп күні бойы жүріп әрең жеткенбіз. 4 сағаттық жол. Иә, түнде әрең жеткенбіз. Сөз таңғалған, мәссаған деп. Неге осындай жазық айдалада салынды бұл база? Біріншіден, осы жерді таңдаған кезде елді мекеннен ауылдардан кішкене алысырақ болсын деген ой болған. Мал ұрланбасын, ауылдың малмен араласпасын, жоғалмасын, сосын енді егеру керек қой осы жерлерді. Үлкен кәсіпкерлер, инвесторлар келіп егермесе, жай андай кіші фермерлер егере алмайды осындай жерлерді. Сондықтан сондай стратегия болған басында. Енді ол стратегия қате деп ойламаймын, себебі біз көріп жатырмыз. Мал почти жоғалмайды, бөтен мал келмейді, бөтен адамдар келмейді. Енді ұрлық прям 100% жоқ дей алмаймын енді. Майда шүйде бірдеңе болып тұрады, оның бәрін біз бақылап жатырмыз, оның бәрін білеміз, алдын аламыз, керек кезде енді жаза болады. Әрине, әр ұрлық жасалса, оның өзінің жауапкершілігі болады, иә? Сол осы жер Амангелдіден 170 шақырым жерде орналасқан, 4 сағаттық жол, свет жоқ, су жоқ, газ жоқ, жылу жоқ, ештеңе жоқ. Енді дикая природа ғой. Соның бәрін өзіміз өз қолымызбен қамтамасыз еттік. Солнечный панель бар, отопление өзіміздікі, суды өзеннен аламыз, оны тазалаймыз. Связь өзіміздікі. Айтпақшы, бізде мына жерде связь ұстамайды ғой. Қалада бәр жерлерде ұстай бермейді, а далада тем более связь жоқ. Сондықтан біз басында
қазақстандық провайдерлердің қызметімен қолданғанбыз, бірақ ол қызмет өте қымбат және сапасы төмен, скорость жоқ. WhatsApp-пен переписка біреуге жазсаң, текстовый обычный сообщение 10-15 секунд барады. Ұзақ, иә? Яғни аудио, видео дегенге келмейді, шыдамайды. Сондықтан былтыр біз интернет от Starlink'а деген Илон Маск шығарған интернетті осы жерге алып келіп қостық. Енді оның бағасы аз емес, бірақ жылдамдығы, сапасы деген керемет. Ауыз су мәселесі қалай? Суды біз бұлақтан аламыз, өзеннен аламыз. Таза, иә? Таза су, иә, таза бар. Бірақ енді ол краннан ағып тұрған жоқ, оның бәрін тасымалдаймыз бочкалармен. Сөйтіп насос арқылы системаға жібереміз. Біз енді өздеріңіз білесіздер, достар, заманауи общежитие ішінде неше түрлі нәрселер бар. Унитаз, су, душ. Өзім әйтеуір фитнестен шықпаймын таңертеңнен кешке дейін. Дұрыс. Бұрқылдап жаттығу залы бар. Спортпен айналысу керек. Теннис ойнайтын стол бар, иә, мысалы теннисный стол дейді ғой. Жалпы не керек, PlayStation бар, әйтеуір шама шарқымыз келгенше цивилизация құдайға шүкір базада бар енді. Жаке, базада саған өзіңе ең ұнайтын және ең көңіліңе қатты жақын емес нәрсе? Ұнамайтын десек қатты болатын жер енді. Негізі осы базаны өз қолыммен соқтым ғой. Проектін өзім сыздым. Құрылыс болып жатқан кезде барлығын өзім қадағаладым. Сондықтан жалпы база өте ұнайды маған. Продуманный дейді ғой, бәрі ойластырылған. Автономный база енді. Даламен келе жатасың 4 сағат. 4 сағаттан кейін бір оазисқа түсесің ғой. Сол оазисқа түскендей болады. Сол маған ұнайды. Ал ұнамайтыны енді осындай ресурстармен қамтамасыз ету өте қиын. Мысалы, қыста свет болмай қалса, отопление қатып қалуы мүмкін. Отопление бір қатса бітті. Постоянный риск десе? Иә, көктемге дейін жүреміз. Бір жылдар сондай бір хикая болған. Жаңа жылда свет сөніп қалған. Пока система электроснабжения ремонттағанша отопление қатып қалды. Сонымен 2 апта, пока жаңадан отопление, труба, батареяларды орнатқанша 2 апта мен үйдің ішінде фуфайкада жаттым. 2 слой сыртқы киім киіп, бәрі солай жүрді. 2-3 көрпе жамыласын, шапка киіп аласын басқа. Бәрі солай. Бәрі солай, бүкіл база сөйтіп 2 апта. Азынап кеткен шығар. Жол сосын немен ауылмен нету, как его? Ауыл мен қаланың арасы. Жоқ, біздің база мен ауылдың арасын өте қиын өту. Далалық жол, иә, тұрып қалады, біресе трактористер тұрып қалады, біресе өзім тұрып қалам, басқа әріптестер. Сөйтіп қаншама МЧС шақыра беремін. Жыл сайын қыста МЧС уже дайын отырады. Қазір Береке фермасының мәселелері басталады деп. Сол кісілердің арқасында аман қалып жатырмыз енді. МЧС-қа көп рахмет. Қаншама рет өмірімізді аман есен сақтап болды. МЧС Ұлытау ауданының несі ме? Ұлытау ауданының Амангелді, осы 2 ауданның МЧС-тері үнемі бізге көмектесіп, біздің өмірлерімізді аман сау алып қалып жүр, шын айтқанда. Сіздерге көп-көп рахмет. Амангелді аудан және Ұлытау аудандық төтенше жағдайлар. Иә, сіздерге бір лайктен. Иә. Респект. 1000 лайктен де. 1000 лайк қоюға болады ғой. Болады. Осы базада емес пе, иә, бір адам біздің ауылдың кісісі 10 күнге жоғалып кетіп. 7 күн ба, 8 күн? 7 күн, иә. Айту аман қалған, иә. Сондай жағдай болған, иә. 7 күн. Представляете, 7 күн адам аттың үстінде не сіріңкесі жоқ, темекі шекпейді. Сіріңке алмаған. Сөйтіп жалғыз өзі жоғалып кеткен ғой. Жоғалып далада 7 күн жүрді. Боран ысқыртып тұр ол кезде. Боран, мәшинелер жүре алмайды жанда. Обычный Hilux, Patrol, Land Cruiser деген джиптер жүре алмайды. Тек қана трекол жүреді. Трекол или танкі дези. Иә. Сөйтіп 2 ауданның МЧС-тері келген.
Ұлытау ауданы, Амангелді ауданы МЧСтер жиналып осында штаб құрып, картаны алып, сызып, қай жерде жоқ, қай жерде бәрін белгілеп, өзіміз қай жерде болғанымызды белгілеп, сөйтіп күнне 2 сағаттан ғана ұйықтаймыз түнде. Ерте азанда пока күн шықпай шығып кетеміз, іздей бастаймыз. Қаншама машина техника жүріп таба алмай жүрдік. Уже бір кезде МЧСтердің өздері айтып жатыр. Ой, адам осы 7 күннің ішінде жан сақтап қалу деген мүмкін емес. Іздеп жүр, бірақ уже андай не жоқ та. Үміт. Надежда, үміт жоқ. И вот осы штабтың ішіндегі үміті бар. Мен ол адамды тірідей тауып алам деген жалғыз мен өзім. Уже все бәрі қолдарын опустили. Сендің не соңында? Мен сендім, таба аламын деп. Біраз Енді алдың адамдар неге сенеді ғанда тәуіп деген нәрселерге. Неше түрлі историялар келеді. Бір история бүйтіп айтып береді маған. Іздеп жүрген, уже туысқандар, балалар келген ғой бәрі базаға. Бір баласы ұлы айтады. Вот бір тауып айтады. Амангелді аман есен ауылда жатыр, бір әйелдің қасында. Ол әйел үйіне жібермей жатыр деп. Сондай история келеді. Мен айтам, қайдағы ауыл, қайдағы әйелдің қасында жатыр, мынау кісі далада жүр, оны құтқару керек, мынандай историялар бізге керек емес, маған айтпай қойыңдар ондай историяны. Сөйтіп бір рет ұрысып қалғанбыз. Сөйтіп 7-ші күні әрең дегенде вертолет шығарып, ол кезде вертолеттер неге бірден шықпады? Боран болып жатыр ғой, низовой метель дейді. Низовой метель болған кезде вертолеттер ұшпайды. Себебі өздеріне қауіпті. И 7-ші күні маған командир звондайды спутниковый телефонға. Айтады, короче, жел кішкене тоқтады, сенде 2 сағат бар. Мен саған ұшып келем Жезқазғаннан. Уже Астанадан Жезқазғанға ұшып келген. Сол жерде дозаправка жасап, күтіп жатыр біздің базаға шығуға. 1 сағаттық жол ғой примерно біздің базаға. Сөйтіп звондайды, болды, жел тоқтады, Қазгидромет рұқсат беріп жатыр. Мен саған қазір ұшып келем, сенде 40 минут болады. Точкалерін белгілеп қойған точкаларыңа барамыз да, 40 минуттың ішінде қайтып сені базадан тастайын да, қайтып кетем. Одан артық уақыт бөлемеймін деп сөйтіп айтты. Мен айттым, болды, келші, айналайын. 40 минут маған жетеді, болды. Сөйтіп ұшып келеді, мен вертолетқа мінем, картаны көрсетем. Ол айтады, сен местностьті білесің ба? Я говорю, білем. Сөйтіп ол айтады, давай штурман тұр, сен штурман орнына отыр, бірге ұшамыз. Мен айттым, болды. Енді біз далада жүргеннен кейін долгота, широта, координаты бәрін уже жатқа білеміз ғой. Сөйтіп белгіленген 7 точкам бар. Бірінші точканың координаттарын енгізем, соған ұшамыз, ол жерде жоқ. Екінші точкаға барамыз, ол жерде жоқ. И уже 2 точка өткеннен кейін надежда, үміт кете бастайды да, уже өзімде ойланып қалдым. Табылмайды дегенде. Өзімде ойланып қалдым. Уже 7 күн өтті, өзімде не продукты жоқ, не связь жоқ, спичка жоқ, қалай ол аман сау қалу мүмкін деп уже ойлана бастадым. И 3-ші точкаға ұшып келе жатқан кезде қарасам, вертолеттан алыста бірдеңе қарайып тұр. Қардың үстінде, иә? Иә. Командирге айттым, ана точкаға давай, кішкене төмендейміз, сол точкаға жақындайық деп айттым. Сөйтіп төмендеп, жақындап келе жатсақ, уже аттың силуэті көрініп тұр, и қасында бірдеңе қарайып тұр енді адам, бірақ түсініксіз, жатыр ма, ол отыр ма, тұрып тұр ма. И мен сол кезде Құдайдан тіледім, тірі болсыншы деп. Мәйіт емес, тірі адам отырсыншы деп. Сөйтіп уже жақындап келе жатқан кезде қарасам, отыр, тірі, бүйтіп басын көтереді, қолын көтереді, и қайтып түсіреді. Сол кезде бүкіл вертолет шулап жерді. Кім жылады, ұлда, 2 ұлдары бар, туған туысқандары бар, 10 шақты адам. Бәріміздің қолымызда дүрбі, бір иллюминатор, окно. Сөйтіп бүйтіп бәрі отыр. Сөйтіп мен анау тірі Амангелді деген кезде бәрі шулап, кабинаға кіріп, кәні деп сенбей, маған
сөйтіп төмендедік, қарасақ шынымен де тірі. Бірақ енді реабилитация өту керек болды, больницаға бару керек болды, себебі енді біраз зақым тиген денсаулығына. Бірақ енді тірі, аман есен. Ампутация ештеңке болған жоқ. Қол аяғы сау, бүтін, үсімеген. Сөйтіп неге вертолетқа салып, Жезқазғанның больницасына апардық. Сондай история болды. Бір аптаның ішінде әжептәуір арықтап кеткен шығарсың. Арықтаған, қиналған, бірақ тірі қалған. Сонда Өзің де айтамын. получается, мен ба? Біз, ладно. Біз ондайға нетіп қалғанбыз, үйреніп қалғанбыз. Қыста сондай не. Уайым, жеп жіберген шығар. Әр қыста сондай 2-3 история болып тұрады. Стабильный ма? Достар, ойлаңыздаршы, 7 күн айдала, ештеңе жоқ, астында аты ғана бар, шірпі жоқ, ештеңе тамақ жоқ, дым жоқ, сөйтіп 7 күн боранда тірі қалған. Кино түсіретін история ғой, былай қарап тұрсаң. Менің ойымша сондай история, сондай кино пайда болады, біреу түсіреді. Мен болмасам, басқа біреу естіген адам болса, осы историяны міндетті түрде экранизировать ету керек. Кино түсіруге тұратын оқиға, иә? Конечно. Екі ауданның МЧС-тары қатысқан, қаншама халық қатысқан. Жоқ, екі аудан емес, бүкіл Қазақстанның МЧС қатысқан. Сол жағдай. Вице-министрмен сөйлестім, акимдермен сөйлестім. Казавиаспас дегеннің компания бар емес пе? МЧС-тің. Соның төрағаларымен сөйлескен. Бүкіл Қазақстан шулады ғой сол кезде. Иә, мен білемін. Біздің ауылдың жігіті ғой, мен естігенмін. Осындай хикаялардан кейін кеткім келеді негізі фермада. Қашқың келе ме? Иә, құрсын. Керек емес, лучше бұндай жауапкершілік алмай қойған дұрыс. Қалада тып-тыныш, офиста галстук киіп жұмыс істей бермеймін ба деген ой келеді, бірақ енді аман есен бітеді ғой осы история. Біткеннен кейін түсінемін, это была минутная слабость. Ары қарай жұмыс істей беремін. Просто надо соблюдать технику безопасности, ережелерді сақтау керек. Соны сақтаса. Ережелерді айтып жіберсек көрермендерге, мысалға шалғайда шаруашылық жүргізіп жатқан кісілер не нәрсені ескеру керек, оларда не болу керек? Жаңағы біз айтып отырған интернеттің де көмегі осы жерде көп, иә? Ережелер көп қой. Өртке қатысты ережелер бар, қауіпсіздікке да. Жоғалып кетуге, техниканың несіне, жүруіне, күтіміне байланысты ережелер көп, олар бар біздің фермада. Бірақ біраз адам сол ережелерді сақтамайды. Оларға күнделікті айтасың, бүйтпе, сөйтпе, бұл қауіпті, заправканың қасынан темекі шекпе, боран болған кезде далаға шықпа деп бәрін айтсаң да, сонда да бір сондай естімегендей болған адамдар шығып тұрады арасында. Мысалы, кім Амангелді жайдан жай жоғалмаған. Ол неде енді сұхбаттарда айтты ғой, мен мал іздеп кеттім. Негізі мал іздемеген, ол өз жұмыстарымен шығып кеткен ғой. Аңға шыққан ба, қыдырып кеткен ба, белгісіз енді. Бірақ ол мен білем, мал іздеу үшін шығып қалған. Сондықтан енді сондай ситуациялар болып тұрады. Қыс бойы. Біраз нәрсені айта алмай еттім енді. Біздің ауылдың адамы. Жарайды енді аман сау қалғанына шүкір. Сол жетеді. Біз ешкімді оның аман қалуында кінәлап жатқан жоқпыз. Ол кісінің мықтылығы да бар ғой. В первую очередь мықтылығы. Сол кісі физически мощный болмаса, я шыдамас еді. Ты что, 7 күн бойы аттың үстінде, аты да тірі, өзі де тірі. Даже есі ауысып қалуы мүмкін адамның, мысалы, сондай кезде. Бірақ ол мықты вообще түк өзгермеген. Сол мықтылығының арқасында қалды, иә? Бір саусағы да үсімеген ғой, сенесің бе? Далада -20 борап тұр. Дала, ықтайтын жер, паналайтын жер жоқ. Аттың үстінде тәулік бойы 24 сағат 7 күн отырған ғой. Ол шамамен қай жерлерде, біз отқан жерден алыс па ол? Осы жерден 35-40 шақырым жерде. Мәссаған, біз машинамен мына жердің өзінде біраз жүріп келдік. Сонда ол кісі атпен тіпті кіріп кеткен бар қарай. Иә. Енді жолды іздей берген ғой. Біз іздерін қараған кезде спираль сияқты бүйтіп жүре берген ғой, айналып бір орында.
жаңылысып қойған ғой. Енді ориентир жоқ қой. Достар, мінекей мал шаруашылығы деген міне осындай. Бұл жерде қызығы да бар, шыжығы да бар. Кәдімгі адам өмірі тәуекелге тігілетін сәттер де болады. Малшы жоғалып кетеді, ол жоғалам деп жоғалмайды, ол адасып кетеді. Боран болып кетеді аяқ астынан, немесе жаздың күні келетсең жаңбыр жауып кетеді, машина тұрып қалады. Ой, қызығы көп мал шаруашылығының. Сондықтан да екінің бірі мал шаруашылығына келе алмайды негізінде. Өзі мал жылқының тұяғы, жылқы өз жылқының тұяғындай қатты адамға бітеді деген қазақта сондай сөз бар ғой. Ол анау-мынау адамға мал біте бермейді. Мал өзі берік адамға бітеді ғой негізінде. Түйіндейміз бе, Жаке? Иә, болды. Түйіндейік. Достар, күн шыжып тұр. Шынын айту керек, сіздер камераның сыртынан білмейді. Күн шыжып тұр, ауыз кеуіп кетті. Наяқтан жел, наяқтан күн жанды жегізіп бара жатыр енді. Тағы да қосалық видео күтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Мына видеомен барша шаруашылық жүргізіп отқан кісілерге бөлісіңіздер. Жәнібек Кенжебаев YouTube арнасына, біздің Instagram парақшаларға, TikTok парақшаларға жазылып қойыңыздар. Біз әр парақшамызда әр түрлі мәселелерді айтамыз. Мысалы, Жәнібектің парақшасында күнделікті мал шаруашылығының өмірі, ол жерде шаруашылықты қалай жүргізеді, не істейді, не қояды, таңертең нешеде тұрады, малшылармен әңгіме деген сияқты. Дала кемптің парақшаларында мүлде басқа тақырып. Мал шаруашылығын жүргізу, дұрыс жүргізу, не істеу керек, қораны қалай салу керек, яғни пайдалы ақпараттарды біз сол жаққа жүктеп салып отырмыз. Сіздерге назар салғандарыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Сөйлегенмен Қараторғай және де Береке шаруа қожалығының басшысы Жәнібек Кенжебаев. Назарларыңызға рахмет, достар. Ал осы сұхбаттың жалғасы болсын десеңіздер, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, себебі менде историялар өте көп қызықты. Соның бәрін сағаттап айта аламын. Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет.